Баярда кең дала төсінде шағындана ауыл болыпты. Сол ауылда Торғын атты жас келін өмір сүріпті. Бір күні ол таң атпай оянып кетеді. Түн әлі тарқамаған, жаңбыр тамшылап, ескі шаңырақ сықырлаттыр еді. Далада боталы қоңыр інген күміреніп, бүкіл тіршілік әлдебір мұңға батып тұрғандай көрінеді. Үй ішінде бәрі ұйқыда. Бірақ әр қайсының өз тіршілігі, өз уайымы бар. Қарт атасы шаршаған, бірақ әлі де еңбектен қол үзбейді. Енесі тынымсыз, таң сәрден тұрып тірлігін бастап кеткен. Ал Торғынның жүрегінде бір белгісіз алаң бар. Жаңбыр толастар ма екен? Ертеңгі күн қалай болар екен? Таң біртіндеп атып келеді. Аспан ашылып, дала тыныстай бастайды. Ауыл оянып, тіршілік қайта жанданады. Сол сәтте Торғын түсінеді. Қандай қиындық болса да, өмір тоқтамайды. Тіршілік еңбекпен, сабырмен, үмітпен жалғасады. Және әрбір жаңа таң, жаңа үміттің бастамасы.